Бүгін біздің үйде гендер пати. Тәуекелдігіміз соған дайындалуға отырар базарына келдік. Көршіміз Айжан тәтесі ана жақта заттарын дайындап жатыр. Дайынбыз ба? Иә. Кеттік ендеше. Бізді ұйымдастырушы Айжан көршіміз. Армысыздар, бүгін біздің отбасымызда гендер пати. Құдай қалап 3-ші сәбиімізді күтіп отыр едік. Кеше келіншегім WhatsApp-ына жазып жіберіпті. УЗИге түсем қазір, нәтижесін конвертке салдыртып алайын ба деп. Арғы жағы түсінікті ғой енді. УЗИ нәтижесін естігенде реакция болады ғой кез келген адамда, солай ма? Сол сәтті неге ерекше етіп есте қалдырмасқа? Уақыттың алдына түсіп жүгіріп жатқанымыз жоқ. Құдайдан бұрын сөйлеп те жатқан ешкім жоқ. Мұның бәрі ғылымның нәтижесі. Ультра дыбыс зерттеу арқылы арнайы мамандар құрсақтағы сәбидің жынысын анықтап берді. Оны біз арнайы рәсімде жақын адамдарымыздың ортасында отырып естігіміз келді. Реакциямызды бөліскіміз келді. Меніңше сөгет ештеңесі жоқ. Қазақтың дәстүрінде жоқ нәрсе анау мынау деп жататындар бар әрине. Қанша адам болса сонша пікір. Бірақ бұл ешқандай халықтың, ешбір ұлттың дәстүрінде жоқ заманауи рәсім ғой. Бұл идея 2000 жылдардың аяғында ақш-та пайда болыпты. Дженна Карбунидис деген келіншек 2008 жылы торт кесу арқылы гендер пати жасаған екен. Содан кейін бұл идея бүкіл әлемге тез тарап кеткен. Ой, сәрік тасыдан насыңдар ма? Айжан қайда? Айжан қалып қойған жоқ па, Тәуке? Кеше ютубтан гендер патиларды қарап отырсам, қоспасы көк қызғылт түсті торттан бастап шар, арнайы қорап, от шашу, жарық, түрлі түсті із қалатын самолет секілді көрнекіліктерді байқадым. Басты шарты қызғылт және көк түсті элементтің болуы екен. Бүгін біздің үйде гендер пати дей ма, гендер пати дей ма, сондай қуанышменен Айжан әйтеуір ұйымдастырып жатқан. Бұл Айжанның кухнясы. Қазанда қуырдақ пісіп жатыр. Ашуға болмайды. Айжанды кім деп ойлайсың? Ол деп ойлайсың. менің ойым көтергеннен бастап, осы 5 ай бұрын ол деп айтқам. Көршімсің не деп ойлайсың? Қыз біздікі. Тәуке, апаң ішінде кім деп ойлайсың сен? Бөпемен. Бөпе ұл ма қыз ба? Қыз. Қыз деп ойлайсың ба? Иә. Сен не деп ойлайсың? Ұл. Ұл деп ойлайсың ба? Иә. Сен не деп ойлайсың? Қыз. Жаңгар, сен бөпені не деп ойлайсың? Ұл ма қыз ба? Ұл ма? Ұл ма? Қыз ба? Екеуі таңдаймын дейді. Екеуі таңдаймын дейді ма? Иә. Мінекей бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз. Қызыл киіп алыпсың ба сен өзің? Иә. Қызыл киіп алған себебі не? Белгілі ғой себебі. Себебі белгілі ғой деймін. Сен қыз деп ойлайсың ба өзің? Иә. Одан кейін қыз күтемін. Ал құрметті көрермендер, бүгін біздің үйімізде шағын ғана бүгін жаңадан шығып жатқан дәстүр ма? Соның гендер пати деген бүгін рәсім болмақ. Келіншегім біз Құдай қаласа 3-ші баламызды күтіп отырмыз. Алдыңғысы екеуі ұл. Екеуін көрсетіп жіберейін. Тәуекел мен Жәңгір деген екі ұл. Енді екі ұлдан кейін пендеміз ғой енді. Қыз қалап, қызды күтіп отқан жайымыз бар, бірақ та енді ұл болса да, қыз болса да әйтеуір аман болсын. Соңына дейін көріңіздер, құрметті көрермендер. Соңғы жағы өте қызықты болады.
құдай қаласа. Иә. Бүгін мынау Қуаныш пен Айжан осы гендер патиді ұйымдастырып, үйіне шақырып бізді қонақ қылып жатыр. Рахмет. Алла оларға да осындай қуанышты нәсіп етсін деген тілегіміз бар. Енді интригаға толып тұр енді. Бірнеше варианттарын Айжанның идеясымен бәрін ұйымдастырып, бүгін міне бала шағамыздың осы екі үйдің адамдары. Осы үйде кішкене шағын дастарханымыз бар. Бұдан кейін қалай болатынын көреміз енді. Алдыңғы екі балада ондай болған жоқ еді. Видео тамашалаңыздар. Қазақтың ұлттық тамағы бүгінгі гендер патидің құрметіне керемет. қуырдақ. Мәссаған. Ал тамақ жемей тұрып бірінші мына жерде ұл мен қыздардың заттары бар. Соны кім ұл дейді, кім қыз деп ойлайды. Мына қорапшаның ішіне қызға қатысты болса, қыз деп ойласаңыздар қыздың затын, ұлға қатысты болса ұлдың затын саламыз. Қайқа саламыз? Мына қорапшаның ішіне саламыз. Ұл деп ойлағандар ұлға қатысты зат, қыз деп ойлағандар қызға қатысты салады. Ал сізден бастайық, әкесі. Кім деп ойлайсыз? Енді мен мына ұлт кім? Жоқ, мына жерден алып саламыз затты. Қораптың сыртының бәрі бірдей. Ашылған. Мен енді мына ұлдың ойыншығы ғой. Ұл деп ойлайды. Қыз күтіп отырмын, бірақ енді өзім ұл деп болжап отырмын. Меніңше қыз сияқты енді. Өзім ойым. Бұйырса, қыз болсын деп. Қыз деп ойлады. Мамасы не деп ойлайды екен? Мен қыз деп ойлаймын. Жаңғыр, сен кім деп ойлайсың? Не аласың? Бір ойыншықты ал ана ішіне. Жаңғыр ала. Қайсысын аласың? Ойыншықты көрсет. Мынаны ал. Қайсысын аласың? Қорапты берші. Мынаның ішіне сал. Вертолет айдайтын ұл келеді екен өмірге. Жаңғыр мынаның ішіне сал. Ішіне сал. Тәуке сені ала ғой енді. Ал, Тәуке кім деп ойлайды? Қыз ба, ұл ма? Қыз деп ойлап жүр. Қыз деп ойлайды екен. Қорабы қайда Тәукенің? Тәукенің қорабын Ал, Айзере кім деп ойлайды? Қыз. Қыз деп ойлайды екен. Қыздың тұқымы қыз келсін деп жатыр. Ал, Нұрай? Қыз. Бағана айтқанымдай, менің тұжырымым анау көтергеннен бастап ол. Сен білесің бе бірақта? Білмегеннің кезінде де мен ол деп жүргем, қыз емес, ол деп. Алғашқы рәсім ыстық тамақтан жеп аламыз. Кім неше адам қыз деді, неше адам ұл деді, көрейік. Қол көтерейік ұл дегендер. Жаңғыр, мен, сен үшеуміз ғана ғой. 3 адам ұл деп тұр, қалған қыз деп тұр. 5 адам. Ал. Қазір көреміз енді. Рахмет, бір қошемет деп қойып сол үшін. Қандай сәби келсе де дені сау сәби келсін. Көпетейсің ма? Заты сөйліп кетіп жатсың. Фотограф қуаныш болып жатыр бұл жолы. Қазір күледі енді шамалы күліп күшті түседі енді несі бар шамалы офты бар енді бұл кісілер. Мен қыздармен бір суретке салайын. Келесі сценарий. Баланың жынысын білетін уақыт келді. Осы шариктің ішінен көк түс шықса ұл, қызыл түс шықса қыз. Осы шариктің ішінен көреміз енді. Ал қазір кесетін әкелеміз. Мына ұстасы келіп тұр. Олды, қари, қызы дейді. Мына ұстасы бір рет берші, ұстасын скажи. Жаңғыр, ұста. Уа, деп неке біздің Айзен ай. Ал Нұрайка неке. Тәуке, біздің қарақ Тәуке. Уау, деп жүрсей. Ал соңғы шешім қыз ол қандай цвет шығады ішінен? Мен көк түс шығады деп тұрмын енді. Ал киімдеріне Қыз шықса қарай. Иә. Ал мынандай ниет деп ручкамен жарайық. Бір оқымысты болсын, ұл болсын, қыз болсын. Жоғары ұстап тұрайық па? Болашақ бір президент келсін өмірге. Ал. Бәрі келді. Ал, қарап тұрамыз. Көз шықса, ал санаймыз. Иә, санайсың. Шапалақтаймыз. Браво! Жақындан қандай Не түсті? болды? Қызыл мен көк араласты. Егіз значит. Сондай болып кетті ма? Егіз ұл мен қыз шығады. Бұның Бір ішінде... көк түсі көк төбеге бүйтіп қалды. Бұның ішінде енді нақты не жоқ. Көкте қызыл да жанды түсті. Шарик жарылды ма? Торттың ішінде ме әлде? Оны біз әдейі қойғанбыз.
Ол да қызда болуы мүмкін әлі белгісіз. Интрига дейсің бе, иә? Әлі интрига. Енді тортты қақ ортасына кесіп көрейік. Ал ішіне қандай крем шығады екен. Енді ана тортты 4-ке бөлеміз. Ішінен қызыл шықса, значит қызыл көк шықса ол. Ал мына тортты кесіп көреміз деп жатыр енді бұл. Бұл кісілердің істемейтіні жоқ. Ішінен қандай түс шығады екен. Жаңағы сияқты. Қазір ғана. Көрсін, балдар көрсін. Куәгерлер жан-жағымызға. Не шығуы мүмкін дейсіздер ғой енді. Құрметті достар, сіздерге де Осыдан шығады деп қызық болып жатқан шығар деп ойлаймын, иә. Енді қазіргі енді Мына ішінде басқа түс жоқ. заманауи. Кәні, көрейік. Торттың ішінде жоқ екен. Жоқ па екен? Жоқ екен. Құрметті көрермендер, бұл да пранк екен. Сондай болды ма? Енді дайындадық. Пранк болды. Жаңағы Енді достар. қағазға бүйтіп орап тығып жіберді ма деп ойлаймын. Бұл торт, Ал, тортқа шайға бұда да келіңіздер. жоқ. Енді қасқа шығуы мүмкін. Қабекеңмен жазоқтың көзін байлаймыз деп жатырмыз. Нұрайсыздар. Орамалмен шамалы бір қызықтау болсын деп жатырмыз, құрметті достар. Енді бірден анықтап жіберуге де болар еді, бірақ дегенмен де сіздерге де қызық болсын деген ниетпен барша Көрінбейді ғой ештеңе. көрермендерге. Сондықтан кішкене назар аударыңыздар, құрметті достар. Ортаға тұрамыз. Қаштан тұқтасың ема? 15%. Ал, бісміллә. Ашуға дайындалайық па? Жоқ, өзіміз аш деген кезде ашамыз. Сендер сол кезде қол шапалақтайсыңдар. Қыздар, балдар, иә? Алып тұрсыңдар, иә? Енді тартам ғой, Иә, иә? иә. Тәуге дайынсың ба? 1, 2, 3. Ашайық па? Аспанға! Ашсай жазып қалып қоясың. Түсіндірім ба? Көңілің толмай тұр ма не? Жоқ, Айжанның болжамы рас болды ау Өмірге ол келеді. Өзім де ол деп ойлағам. Мінекей, құрметті достар, өмірге Алла қаласа шекесі торсықтай ол келетін болды. Құдай қаласа. Алланың берген сыйына мыңда бір шүкіршілік дейміз. Әумин. Өмір жасы ұзақ болсын, Әумин, артынан жалғасы бола берсін. Әумин. Әзір Аман демалмайтын болыңыздар. Әзір ұрасыздар енді, Құдай қаласа. Қыз келеңге деген енді болжадым енді. қызды ол жалпы қазақтың бір несіне сіңіп кеткен нәрсе ғой ағайындары. Бұрынғай қыз болып кетсе артынан ұл тілейміз, бұрынғай ұл болып кетсе артынан қыз тілейміз. Аман болсын әйтеуір. Дені сау болсын, сау, құрметті достар, осындай бір жақсы Әумин. Рахмет Айжан. Қуаныш саған рахмет. ендер патик болды, өзімізше енді істедік. Сендерге жұмысты болсын. Қолымыздан келгенше әумин. Анау жанбай қалғанда сендерге жандырыңдар. Біздің гендер патиде жолыққанша құрметті. Анау жанбай қалды ма не? Мынау иә тартылмай несі үзіліп кетті ғой. Мынаның өзі әлем баққан. Сонда айтамын иә. Ма көршін. Может жанбай қалған шығар ертең бізге жанатын шығар. Соны айтамын ғой сол. Сендерге ғой сендерге. Осындай гендер пати деген көрдік. Демала алмай қалдық мына көп күннен. Әдейі сұрадым ше үйге бола ма? Көңіл күйің қалай? Жақсы. Жұбайым. Ол болсын. Құдай аман Гендер патиға дейінгі жағдайды көрсетіп. Дәу шаршы жаны болдық. Қабеке. Дәу шаршы жаны болдық. Маңға отқанымызды. Мына әріптеріңді қайтадан теріп қойдық күнегей. Қабит ұлы, Қабит қызы дегенді. Шағым өне жатыр. Іліп атқанбыз ғой, короче, сондай болып қалды ғой. Ничего. Короче, қуанышқа ана жерге ілдеймін ғой. Соны скотчпен тартып іліп атқан кезде қамақ жатып бірдеңе парт ете қалады ғой. Содан тұрдым да қуаныш шарды жардым демеші тек дедім. Менен мынау шығар деп ойладым, бірақ шардың жарылғанын білемін ғой, енді тәуекел біреуіне де. Келсем қара шарды жарып алған ғой. Ол енді қара шардың іші нейтрал болғаннан кейін алмай Сары. Сын айтам.
содан бір кезде өлә енді істеймін деймін да инстаны іздеймін бәрі жауып кеттік дейді 7-ге дейін дейді жаңа отырарға жатсам жауып кеттік дейді енді не істеймін деп сонымен ана тасбөгеттен доставкамен қуаныш шықты ғой далаға Иә. сол кезде доставкамен алдырып шығарды үрлеп қайтып істедік қой қолмен іледіңдер ма? иә анадай мен үрлейтін жоқ дейді соны үрлеп ана шығарды қайта 5000 теңге тұрған ғой сөйтіп неге фрукты бірдеңе алып келейін қызылордаға барып отырғанмын ғой жарды сол 5000 сол шарға бәрі ана ақша шықты ғой қалай иә Алмай ақ қоятынсыңдар ғой мындай. сонымен өліп таппаймыз ғой енді қуаныш бидет тасқан есті іліп алаяққа кіріп келіп жүр дейді қаке істейсіздер ашпай тұра тұрамыз дейді Бәсе іліп алсыңдар есікті иә? сол кезде біз ана қабитула дегенді жабыстырып өліп жатырмық қой Жаңа ма? ана жарылған шардың сыртынан ананың бәрін алдық әріптерді аккуратно созып тұрып оны ана новый шарға келіп ананы клеить етіп қайтып жабыстырдық сол бізде қыз сондай жағдай болды ана көктеу шардылардың ішінен дым көрінбейді ғой соған не қыласам ба бүйтіп ой жоқ онда ол сәні ғой сөйтіп қуаныш сондай неге кірді жарып алып мына жерде көзі бақайып қолына шарт ұстап алған бір айдан Белгі шығар ол да бір. Иә. Кім біледі? Ал, шай ішеміз енді. нағар анасы Не болды? Не көресің? шарға болады қанша теңге болса да табылса болды болып тұр ғой іздеп жатыр қуаныш екеуміз екі жақтан инстаграмда ашып тастағанбыз